Көп адамдар махаббатын жоғалтып алады, өмірдің иманын жоғалтып алады. Сосын кейін сөздің шыны керек. Көбісі мынау қазіргі уақыт қиында көп адамдар шаршайды. Сондай шаршағаннан іштерінде өте осы бір жақсылықтың жамандығы бар. Бір күлгеннің жылауы бар. Бір қиыншылықтың бағы бар. Соны түсінбей қалады балдар. Дүнияда адам ауырса, бір 10 күндей, 3 айдай адам жақсы өмір сүреді. Бәрі микробаланс. Бір байысаң, сен өлгендей байысаң, тұқымың кедей тұрады. Өзі дүнияда солай. Мен өзі Россияда тұрам, қазір көп ойлаймын, исследовать етіп жатыр қазір орыстардың ученыйлары. Александр Сергеевич Пушкин, Гоголь, жаңағы көп, мына Достоевский, керемет жазушылардың балдары нетпейді, жазушы бола алмайды. Көп ученыйлардың балдары вообще ішіп сондай жаман жолға түсіп кетеді. Дүнияда бір үлкен болып терек өссе, ол мына бүкіл қасындағы ненің витаминдарын жеп алады. Также и адам. Сенің бағың, дәулетің өссе, шіріген бай болсаң, сенің тұқымың кішкене ондай байымайды. 3 поколение өткеннен кейін ғана ол дәулет қайтадан қонады. Неге десең, адамның да табиғаты терек сияқты. Адамның байлық қонып, бейтіп, шалқып тұрса, оны да қазақтың бір сөзі бар. Өте кең сөзі бар, қара сөзі бар. Шалқыма төгілесің, тассаң төгілесің, толсаң нетесің деген бір өте қазақтың сөзі бар да. Поэтому мынандай үлкен терек болып өссең, дәу болып, мына қасыңдағы кішкентай теректер өспей қалады. Мынаның витаминін жердің жеп қоясың. Также и адам өзі байып бейтіп отырса, оның қасындағы балдары, немерелері, шөберелері ғана көтеріледі. Көп министрдің баласы да министр болмайды ғой. Или президенттің баласы президент. Это редко. Кезінде титулованно, а қазір өмір басқа.